Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Ақырет дәптері. Нарықтың қиындығынан алыстап кеткен ауылға сәске болмай-ақ жетіп алдық. Алыстан 6 жасар бала келсе де, үлкендік қылмай амандасу біздің елдің салты ғой. Түске қарай көрші-қолаңда, ағайын-туғанда жиналып үлгерді. Жақсы көретін жеңгелерім үйге шайға шақыруға дайындалып жатыр. Елді безіліп барғанда ең бірінші анамның басына барып, Құран оқытып қайтуды өзіме парыз етіп едім. Астананың жаңалығын сырласуға асыққан жеңгелер мұрша беретін түрі жоқ. Тәтем болса, шақырған жердің бәріне үлгерерсің. Сен келмеген бірнеше жылдың ішінде үлкен қариялардың біразынан айырылғанбыз. Оразгүл әжең, Әбделбай атаң, Ғани атаң қайтыс болды. Соларға көңіл айтып кіріп шық. Сосын кеше Қабыл қайтыс болды. 90-ның төріне шыққан Оразгүл әжемдердікі той ғой. Ауылдың көкпарын бермейтін, қыршындай Қабылға не болды? Дедім шын таңданып. Көз алдыма момындау жеңгемізбен шиеттей балашаға келе қалды. Сорын құрғыр қу арақта. Әйтпесе алыстан келген жау жоқ. Осыдан 1-2 күн бұрын ғана астындағы жануарды қызыл ет қылып сабап, дүкенге қарай құйғытып бара жатқан еді. Кешеде сол әбден сылқия тойып алып атпен шауып келе жатып жеңіл мәшинеге соқтығысып мерт болыпты. Мәшине қираған, бірақ аттың аман дейді. Тойға бара жатқан бейшаралар Қабылдың сүйегін көтеріп қайтыпты. Ертесіне ағайын туысты аралап жүріп, көшеден Қабылдың жаназасына барып келе жатқан Зәбира апамдарды көріп қалдық. Алматының базарлығын сұрап жатыр. Көп ұзамай әңгіме тағы да марқұм Қабылға ойысты. Бейшара өлерінен 1 күн бұрын түс көріп, таңертең қоңсы жігітке: өте бір жаман түс көрдім, Құдайы тамақ беремін деп қалаға барып күршімай тәттілерін алып келген екен. Арақты мүлдем қоймасам болмас, түсімнен шошыдым деп соңғы рет ішіп қалмақшы болыпты. Бірақ түсін ешкімге айтпапты, деді Зәбира апам. Сонымен ауылға келгенімізге де біршама уақыт болды. Ағайының бары жақсы, қойын сойып, барын жайып қонақ еткеніне қуанасың. Елдің тұрмысына дендеп, жағдайына қаныға түсесің. Соңғы жылдары салынған биік-биік, даңғарадай кең үйлерді көріп көңілің марқайып қалады. Әне бір жылдардағыдай емес, қолы қимылдағанның аузы да қимылдайтынын елде ұққан. Шамалары келгенше жер тырмалап күнкөрістің қамын жасап-ақ жатыр. Нарыққа да көндіккен. Бірақ көңілде бір түйткіл. Елдің әлде озғаны ма, тозғаны ма, қай үйге бас сұқсаң да арақ еттен бұрын ентелеп келіп, пәлен айдан бері жалақы алмадық дейді. Қанты жоқ үйдің дастарханынан да бабалардан қалған қадірлі Астай өзеннің лай суындай арақты әкеліп қойып жатқаны. Біздің ауылдың әйелі мен еркегі қатар отырып арақ ішпейтін әдемі дәстүрдің де көбесі сөгіліпті. Енесі мен келіннің рөмке соғыстырып жатқаны түктей ерсі емес сияқты. Бұрын біздің ауылда шетін бірнеше абыройсыз ағалар күріштің ішіндегі күрмектей көзге оғаш көрінуші еді. Олардың қатары қазір көбейген ақ екен. Ақсақал болуға жарап қалған үлкендер жағы дүкенді маңайлап жүргені. Бұл жалғыз біздің ауылға ғана келген індет емес сияқты. Сағынып барып сәті түскен соң басқа ауданға да, басқа ауылға да ат басын бұрып барғанымда әкесін танымайтындай мас, еркектерді танып алу оңай болмай қалыпты. Бір күні шыдамай нағашыма: ауылда кемі 5-6 айдан бері жалақы алмадық дейсіздер. Араққа жұрт ақшаны қайдан тауып жатыр дедім. Қайдам, осы ауылда тамаққа табылмаған ақша араққа табылып жатыр ғой. Ақша жоқ кезде дүкеншінің ақырет дәптері бар, жаздырып ала береді. Басқа нәрсе сұрап барсаң қарызға өлсе бермейді. Ана жолы Көкбелдің бір келіншегі жылап отыр. Күйеуі бірнеше айда бір сиырдың арағын ішіп қойыпты. Сауып отырған сиырын балаларының аузынан жырып сатып, күйеуінің қарызынан құтылыпты. Балам, ауылда арақтан басқа қызық қалмады ғой. Клубтың түрін көрдің. Жұрттың көбі жұмыссыз отыр. Оның үстіне бүгінде әй дейтін әже, қой дейтін елде қожа жоқ. Үкімет осы ішкіш бәлелерді қорқытса да, соттаса да қойдырса, шіркін дейді ол кісі тұнжырап. Сонда ауылда арақ қанша тұрады дедім, жер шұқылап. Қаладан спиртті әкеп, су қосып сата береді. Бөтелкесі 50-60 теңгеден аспайды. Осы арақтан өтімді тауар жоқ қазір. Ішіп алған жігіттер төбелеседі, карта ойнайды.
Осында біреулерді ішіп алып, итті қуырып жей береді деп балалар айтып жүруші еді. Оны да көз көрді ғой деген нағашымның сөзі көз алдыма небір сұмдықтарды елестетті. Ауылдағы елдің тепсе темір үзетіндей еңгезердей азаматтар арақтың шеңгелінде құрдымға кетіп бара жатқандай жүрегім шаншып, көзім жасаурады. Апыр-ау, үйіне күнде ішіп келіп, үстінен бөзі, аузынан сөзі түсіп отырған отағасы, балаларына не деп үлгі көрсетіп, қай сөзін өткізе алар екен. Жылт еткеннің бәрін жуып жіберетін жеңгейлер қалай қадірлі әже болады. Таудың баурайына түскен дән дарақ болып өніп шығатын, табиғаты көрікті жерге орналасқан ауылым сұрқай тартып, сықпыты қашып тұр. Сонымен 2 апта деген не тәйірі. Шаң басқан икаруске отырып қалаға қарай бет алдық. Көп аялдаманың бірінен егде 2 кісі кіріп, бала шағаны қағып, біреулердің аяғын басып кетіп, қисалақтап босаған орындарға қонжиса кетті. Қасындағы әйелге, қарындас, қай ауылдың баласысың? Деп тілін шайнап танысуға көшті. Ау қайнаға, мен әбекеңнің үйіндегі келініңіз боламын деді, ол күлкі қысып. Сонда сен келімісің деп көзі бұлдыраған ағамыз ұялғандай болып қалды. Біраздан соң қарындасқа қайта көшіп келініне тиісіп қоймады. Бір уақытта шыдамаған келіні, өй, арақ сасыған албасты деп қайнағасының мықынына барып қалған қолын лақтырып жіберіп, итеріп қалып еді. Ол құлап түсті. Бала шағада үлкендер де күліп жатыр. Жүрегім шымырлап, ақырет дәптері дедім күбірлеп, ақырет дәптері.